ашықпен жасапты. Соны талқылап отырған. Hey, бәріне сәлем, мен Казмен. Достар, жақсы жаңалықтармен бастайын деп ойласам, бірақ өкінішке орай маған жалбы беріп жүр екен. Жабыл Казменге не беріп жатыр ғой, пожалуйста айтып жатыр ғой. Казменге пожалуйста айтып жатыр ғой. Ренжітіп алыппын ғой ал дикті. Ойбой, кешірім сұраймын. Зомбилардан қорықпайтын адам. Казмен видеоларына шошайтын білмеппін. Ал дик, сен бұны көріп отырсың, білем. Сондықтан мен саған айтарым, шын жүректен маған. Жарайды, ең бастысы директор жалба бермесе болды. О, Казмен, қалай жасайсың? Так, бүгін зомбикетте қателіктерді тауып жалғастыратын боламыз. Бірінші бөлімнен тапқан ұнапты. Егер көрмегендер бар болса, міндетті түрде арнаға кіріп қараңыз. Солай қызығырақ болады. Ал мен болсам, видеоны бастайын. Зомбилардың істейтін ісі жоқ па? Сөмкені анамда лақтыратындай. Менің білуімше, олар адамдар миын жейді, немесе зомби ауруын жұқтырады. Қызды айтамда сөмкені артынан қуалап, қашудың орнында анда-мында секеңдеп жүр. Ай, қалай атып жатыр. Достарыма оқтар тиіп қалады-ау деген ой жоқ е? Сен кімсің? Мына не қылып жүрсің? Сен кімсің? Жанағаның жана дедің ғой. Жанна? Жүгіріп бара жатып жолда ұмытып қалдың ба? Жарайды онда, абайла. Қалада зомбилар қаптап жүр. Абай бол дегенде андай абай Құнанбай сияқты сақалын өсіріп ондай абай болып кетпе. Бұл әзіл екенін білем, бірақ ол абайла деді, абай бол емес. Сол себепті мұқият тыңдашы. Бір жағы актер болғым келмейді ше. Вайнер болып, үйде гиф ойнатқызып, ақша тауып отыра берген дұрыс қой. Өзі актер болса да, актерлықты жақтырмаймын дейді. Арлан, неге бізге қайта-қайта вайнерлерді айта береді? Мейрам киностудиясы бізге былай вайнерлердің істеп жүрген гифкалар дұрыс емес екен жеткізгісі келе ме? Мынаны естісіп қайта-қайта күлкім келеді. Қараңыздар. Ұйқып кеттіңдер. Лучше бір жер тауып тамақ ішіп алайық, а то қарны ашып кетті. Барлығы костердің алдында жиналып отырғанда, Арланның винтовкасының дуысы төмен қарап тұрады. Келесі кадрда уже аспанға қарап жұлдыз санап тұр екен. Тағы бірнеше секунд басын салбыратып төмен қарап тұр екен. Зомбилардың арасында мықтылар да болады. Мысалы, охотник. Менің білуімше олар спортпен айналысқан жігіттер. Вирус келгенде осылай охотник айналып кеткен ғой. Охотник дейсің бе? Иә, мен де білем олар жайлы. Тағы да шапшаң және жақсы секіреді, иә? Left 4 Dead ойнағанда көргем. Бұлай да болады екен ғой. Бәсе енді түсіндім, неге өзімен бірге шприц ұстап жүргенін. Егер кез келгенде оның зомби ауруы басталса, жаңа зомбилармен төбелескенде өзімен неге болмады? Қазір жарайсың, дым болмағандай иығында ұстап жүрсін. Тек кейде салбырап жатқаны болмаса, қайткенмен екеу ғой, сынып қалса тағы іздеп жүрсін. Зомби қолын тістеді ғой, сонда мынадай жарадан мынау қалды дейсің бе? Арлан мен Ая тап-тамаша сөйлесіп тұр. Достар, Аяға мына жерде қарасақ, қабырға почти сүйкеніп тұр. Алайда жоқ, олай емес. Қараңыздар, Ая қайда, қабырға қайда. Сондықтан мұқият болыңыздар. Арланның автоматы тірі екеніне көзім жетті. Не бірсе былай, то былай. Арлан, түсіндірші. Мен бәрі бітсе, iPhone 12 сатып аламын да, вайнер болып кетті. Арланның неге сонша вайнер болғысы келеді? Бір осы сөздер жасырын хаттама бар секілді. Достар, егер білсеңіздер, комментария жазып кетіңіздер.